Бүгінде солтүстік Қазақстан облысы мен Ресей Федерациясының Қорған өңірін байланыстыратын тас жолдың 60 шақырымы жөнделіп жатыр. Бұл уақытқа дейін республикалық маңызға ие трассадағы жұмыстың шамамен 50% еңсеріліпті. Атқарылған шаруаның барысы мен Нұр Отан партиясының өкілдері танысты. Келесі бейнематериалымызда толығырақ баяндалады. Петропавл Қорған бағытындағы тас жолды жөндеу жұмыстары өткен жылдың көктемінде басталды. Сол уақыттан бері Кадорстрой акционерлік қоғамының мамандары біраз шаруаның басын қайырыпты. Нақтырақ айтатын болсақ, кәсіпорын өкілдері қалыпқа келтірілуі тиіс. 60 шақырым трассаның 28 километріне асфальт төсепті. Выполнено в этом году. Жоспарланған жұмыстың шамамен 50% тындырылды. Бірінші учаскеде 16, ал екінші аймақта 12 шақырым жол жөнделді. Тағы екі жақ трассаны бөліп тұратын қоршаумен 50 су өткізгіш құбыр қойылды. Бұдан бөлек жақында жарық бағаналары орнатылады. Жалпы бұл істерді жүргізуге бізге 27 миллиард теңге бөлінген болатын. Қаржының жартысына жуығын игердік. Жарық бағаналары 5 шақырым жол бойына орнатылмақ. Шамдар жақын күндері іске қосылады деп жоспарланып отыр. Бүгін жұмыс барысымен және ақшаның игерілуімен нұротандықтар танысты. Жергілікті және астаналық партия өкілдері тындырылған іске оң бағаларын берді. Сейчас вы все сами посмотрели, убедились, что строительство идет. Жұмыс жүргізіліп жатқандығын барлығымыз көріп тұрмыз. Бастысы шаруа белгіленген уақыттан кешікпей тындырылуда. Бұл өте жақсы. Трассаның сапасы да көңіл қуантады. Енді осы қарқыннан таймайды деп ойлаймыз. Алда атқарылатын істе үнемі партиялық бақылауымызда болады. Бұған дейін партиялық бақылау қызметінің өкілдері Қарағанды облысында болып, ондағы жол жөндеу жұмыстарымен танысқан. Нәтижесінде нұротандықтар бірқатар олқылықтарды анықтап, жауапты компания басшылығына шағым жасапты. Бұдан соң трасса қайтадан қалыпқа келтірілген екен. Айта кетейік, Петропавл Қорған бағытындағы тас жолды жөндеу жұмыстары келесі жылдың соңында аяқталады. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.